Сәлеметсіздер ме, құрметті 7 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен геометрия пәнінен 1-90-ның жиынтық бағалау тапсырмаларына шолу жасаймыз. Бұл бірінші нұсқа. Есеп саны жалпы 7 есеп, жоғары балл 20 балл жинай аламыз. Әр есептің шығарылу жолын мұқият сызбасымен бірге толық түсіндіретін боламын. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Каналға тіркеліп алуды да ұмытпаңыздар. Бірінші есепті қарастырып бастайық. 2 балдық есеп екен. Шартын мұқият оқыңыздар. АБ түзуінде жататын С нүктесі мен ол түзуде жатпайтын Е нүктесі берілген. Есі мен АБ түзулерінің өзара орналасуы қалай? Екі жағдайды қарастырыңыз дейді. Сызбасы дайын. Біз бұл жерде қараңыздар. АБ түзуін сызып алдық. Және ол түзуде жататын С нүктесін белгіледік. Ал ол түзуде жатпайтын Е нүктесінде белгілеп алдық. Ары қарай қараңыздар. Есі мен АБ түзулері орналасуы қараңыздар. Енді біз демек Е және С нүктелерін өзара біріктіруіміз керек екен. Енді менде планшетте түзуі кішкене қисықтау кетуі мүмкін, ал сіздер сызғыштың көмегімен әдемілеп сызып көрсетесіздер. Бірақ ары қарай қараңыздар. Есептің шартында екі жағдайды қарастырыңыз деп тұр. Демек бұл бірінші жағдайы болатын болса, екінші жағдайы бар. Ол қалай болуы мүмкін? Екінші жағдайда байқаған болсаңыздар, АБ түзуі тағы да сызылды. Ол түзуде жататын С нүктесі белгіленді және түзуде жатпайтын Е нүктесін кішкене басқа жерге белгіледім. Енді Есі түзуін жүргізетін болсам, бұл жерде қараңыздар, бірінші сызбадан айырмашылығы. Мына жерде қиылысқан еді екі түзу, ал бұл жерде қиылысуы ерекше жағдайы 90 градус жасап, яғни тік бұрыш жасап, перпендикуляр екеуі бір-бірімен қиылысты. Екі жағдайдың да сызбасын сызып көрсеттік. Бірінші есебіміз аяқталды. Екінші есеп шарты 2 балдық есеп екен. Егер екі түзу қиылысқанда пайда болған бұрыштардың бірі 32 градус болса, оның қалған бұрыштарын табыңыз. Кез келген біз А және Б түзулерін жүргіздік. Олардың арасында бір бұрышы пайда болғаны мәні берілген 32 градус деп. Ал бұл жерде негізі пайда болады 4 бұрыш. Қалғандарының, яғни мына жерде екінші бұрыштың мәнін, келесі үшінші бұрыштың мәнін және төртінші бұрыштың мәнін біз анықтауымыз керек екен. Бірден шешуін бастайық. Байқаған болсаңыздар, екінші және бізге берілген бірінші бұрыштың екеуінің қосындысы 180 градусқа тең. Яғни сыбайлас бұрыштар олар. Олай болса мен екінші бұрышты анықтауым үшін 180 градустан азайтамын. Бізге берілген 32 градусты. Сол кезде екінші бұрыштың мәні шыға келеді 148 градусқа тең болып. Ары қарай енді мұқият қараған болсаңыздар, бізге берілген 32 градуста бірінші бұрыш пен үшінші бұрыш өзара вертикаль бұрыштар. Демек олардың градустық мәні тең болады 32-ке. Ал біз тапқан екінші бұрышымыз бен төртінші бұрышта өзара вертикаль. Демек олардың да градустық мәндері тең болады 148-ге. Толықтай барлық бұрыштардың мәні қаншаға тең екенін тауып алдық. Екінші есебіміз де аяқталды. Үшінші есеп МН және К нүктелері бір түзудің бойында жатыр және МН-ның ұзындығы берілген, НК-ның ұзындығы берілген. Бізден сұрап тұр МК кесінінің ұзындығы, және бұл жерде де байқаған болсаңыздар, екі жағдайды қарастырыңыз деп тұр. Енді қараңыздар, бірден сызбасын бастайық түсінікті болу үшін. Бір түзудің бойында орналасқан үш нүкте. Түзуіміз дайын. Оның бойынан белгілейік. Мысалы, М нүктесі, Н нүктесі және К нүктесі. Ары қарай МН, яғни мына арақашықтық бізде 8-ге тең екен. Келесі НК, яғни мына аралық бізде одан ұзынырақ 12 сантиметрге тең екен. Бізден сұрап тұр жалпы М мен К-ның арақашықтығы қанша деп.
Олай болса есептейік. МК ара қашықтығы тең болады 8 бен 12-нің қосындысына, яғни 20 сантиметрге. Енді бұл бірінші жағдай деп алатын болсақ, екінші жағдайды қараңыздар. Бұл үш нүкте бір түзудің бойында дәл осы ретпен де, яғни N, M, K түрінде де кездесуі мүмкін. Енді бізде берілген еді M, K аралығы 8-ге тең деп, ал жалпы N, K 12 сантиметр болып тұр. Енді бізден сұрап тұрғаны M мен K-ның арақашықтығы қаншаға тең деп. Олай болса, МК-ны табуымыз үшін біз жалпы берілген НК-дан, яғни 12-ден азайтамыз 8-ді. Болады екен 4 сантиметрге тең. Бұл екінші жағдай еді. Екі жағдайды да қарастырдық. Демек, бұл есебіміз толықтай аяқталды. Төртінші есепті қарастырып бастайық. 3 балдық есеп екен. Шартында АОБ бұрышы мен оның сыртқы жағына С нүктесі берілген деп дайын суреті бар екен. А сұрағына қараңыздар. ОА және ОБ сәулелеріне, мына екі сәулені де қиып өтетіндей С-ды сәулесін жүргізіңіз. Яғни С нүктесінен басталатын, бізге берілген екі сәулені де қиып өтетіндей С-ды сәулесін жүргіздік. А сұрағына жауап бердік. Келесі. Б сұрағы. СОК жазыңқы бұрышын салыңыз деді. Енді бұны келесі түспен сызып көрсетейін, қараңыздар сіздерге. СОК жазыңқы бұрыш. СО-дан өтіп 180 градусқа тең болатындай, мына жерден К нүктесін белгілеп қояйық. Жазыңқы бұрыш, яғни 180 градусқа тең болатын сызғыштың көмегімен бұрышты сызып көрсетесіздер. Ары қарай Б сұрағына жауап берген болды. Ары қарай С сұрағы КОА, яғни КОА міне. Осы бұрыштың іш жағында А, Б, С нүктелерінің қайсысы жатыр дейді. Яғни қараңыздар, мына жерде штрихтап көрсететін болсам, осы аралықта үш әріптің қайсысы орналасқан дейді. Демек, С сұрағының жауабы сызбаймыз, бірден жаза қоямыз жауабын. Бұл жерде біз кездестірдік Б нүктесін. Іш жағында орналасқан тек Б нүктесі. А нүктесі ол бұрыштың қабырғасында жатқандықтан белгілемейміз. Ал С нүктесі оның сырт жағында. Бұл бұрыштың сырт жағында орналасқан. Төртінші есебіміздің де жауабын толықтай жазып көрсеттік. Келесі бесінші есебімізді бастасақ болады. 3 балдық есеп екен. Суреттегі А және Б перпендикуляр түзулер дейді. Міне А, міне Б түзуі. Олардың арасында белгісі тұр. Міне 90 градустық бұрыш, тік бұрыш жасап, перпендикуляр қиылысқан. Енді бізге айтады, бірінші бұрыш 130 градус. Бірінші бұрыш дегеніміз міне бір рет сызып көрсеткен 130 градусқа тең екен аралығы. Ары қарай 2, 3, 4 деген бұрыштардың мәнін табуымыз керек екен. Градустық мәні тең болады. Бірден екінші бұрышты тауып бастайық. Қараңыздар, бірінші бұрыш пен екінші бұрыш өзара сыбайлас болып тұр, иә? Олардың қосындысы демек 180 градусқа тең. Дәл осы жерден мен екінші бұрышты тауып бастаймын. 180 градустан азайтамын. Бірінші бұрышымыз қаншаға тең екен? 130-ға. Демек, екінші бұрышымыздың мәні 50 градусқа тең. Анықтап алдық. Енді ары қарай суретке мұқият қарасаңыздар, екінші бұрыш пен үшінші бұрыш өзара вертикаль. Демек, бір-біріне тең. Ондай болса, оның да градустық мәні 50 градус болады. Енді суреттен тағы мұқият қараңыздар. Үшінші, төртінші бұрыштарымыз қосындысы 90 градусқа тең. Өткен тік бұрыштың ішінде екі бұрыш кескінделіп тұр. Онда олардың қосындысы 90 градус деп жазып, осы жерден төртінші бұрышты анықтайтын болсам, мен 90 градустан азайтып жіберемін. Үшінші бұрышымыз, яғни 50 градусты. Олай болса, төртінші бұрыштың градустық мәні тең болады 40-қа. Міне, дайын. Біз қалған үш бұрышты да 2-ні, 3-ті, 4-ті толықтай тауып алдық. Бесінші есебіміз аяқталды. Келесі, алтыншы есеп.
түзу бойында асы және СБ кесінділері өзара тең. Мәтінді оқып отырып, кескіндей берейік түсінікті болу үшін. Әрі уақытты үнемдейсіздер. Түзудің бойынан АС мен СБ өзара тең болатындай етіп нүктелерді орналастырып алдым. Екі кесіндімізді тең болды. Ары қарай СБ кесіндісінде С нүктесінен санағанда 4-тің 5-ке қатынасында бөлетіндей Д нүктесі алынған. Яғни 4-тің 5-ке қатынасын сіздер кескіндесеңіздер болады. 4 клетка ары қарай 5 клетка болатындай. Суреті дайын. 4-тің 5-ке қатынасы болды бұл. Енді бізге берілген СД арақашықтығы мына жерге 12 сантиметрге тең деп, АС мен ДБ кесінділерінің орталарының арақашықтығын табыңыз дейді. Басқа түспен көрсетейін сіздерге түсінікті болу үшін. Қараңыздар. АС-ның ортасы мен ДБ-ның ортасын бізден сұрап тұр. Міне көк түспен бояп қояйын. Осы екі ортаның ара қашықтығы қаншаға тең деген сұрақ қойылды. Ал шешуін бастайық. Енді қараңыздар, 4-тің 5-ке қатынасы тең болады екен 12-нің мына жерде ДБ-ның ара қашықтығын x дейтін болсам, дәл сол x-тің қатынасына. Енді бұл жерде мен ДБ-ны анықтай аламын. 4x тең болады. Пропорцияның көмегімен 5-ті 12-ке көбейтемін. Есептемей тұрыңыздар, қазір қысқарады. 5 көбейту 12-нің қасына бөлу болып келеді 4. Демек, x тең болады. 12 мен 4 қысқарып 12-нің орнында 3, мына жақта 1, 5 3-ке көбейтемін 15 сантиметр. Яғни, ДБ-ның арақашықтығы 15 сантиметрге тең екен. Демек, толықтай бізде С-дан Б-ға дейінгі арақашықтық тең болады екен 12 мен біз тапқан ДБ-ның, яғни 15 сантиметрдің қосындысыны, олай болса 27 сантиметр. Ол әрі тең болады бізде АС-ға. Өйткені АС мен СБ екеуі бір-біріне тең болған. 27 сантиметр. Енді олай болса мен АС-ның ортасын N деп белгілейін, ДБ-ның ортасын М деп белгілейін мына жерде. Анықтап алатын болсам, АН, НС арақашықтығы маған керек болып тұр ғой. Өзара екеуі тең бір-біріне. Міне. Жартысын тауып алайын. НС ол АС-ның жартысына тең. Демек, 27-нің жартысы тең болады 13,5 сантиметрге. Одан кейін СД арақашықтығы менде бар, ал ДМ арақашықтығы керек маған. Ол мен білемін ДБ-ның жартысына тең екенін суретте де көрініп тұр. Олай болса ДБ біз анықтаған 15 сантиметр жартысы тең болады 7,5 сантиметрге. Енді бізден сұрап тұрған N-нен М-ге дейінгі арақашықтық. NS-ның мәніне қосамын, ары қарай N-С арақашықтығына қосамын СД арақашықтығын, яғни 12 сантиметрді, және ары қарай қосамын ДМ арақашықтығын. Оның мәнінде жаңа есептеп алғанбыз. 7,5-ке тең. Енді жалпы бұны есептейтін болсақ, 33 сантиметрге тең болады екен. Толықтай жауап берілді бұл есепке. Аяқтаймыз. Келесі. Соңғы 7-ші есеп. 5 балдық есеп екен. Шартын мұқият оқиық. АОБ жазыңқы бұрышының бір жақ жазықтығында АОС 20 градусқа тең дейді. Шартын оқып отырып, бірден сызбасын сыза береміз. АОБ жазыңқы бұрышын сызып алдық. Оның бір жақ жарты жазықтығында, яғни жоғарыға сызайық. Бұл жерде қараңыздар. АОС жобамен сызып жатырмыз. 20 градусқа тең екен. Мына жақтан сыны белгілеп қойық. АОС бұрышы 20 градусқа тең. Ал АОД 80 градусқа тең екен. АОД сызып алдық. 80 градус тік бұрышқа аздап жетпейді. Яғни мына аралық толықтай 80 градусқа тең. Бұрыштары салып алғаннан кейін
Қараңыздар. СОД, яғни көкпен сызып көрсетейін. Бояп көрсетейін сіздерге, қараңыздар. СОД және ДОБ, яғни мына жақта, ол бұрыштарының биссектрисалары арасындағы бұрышты табыңыз дейді. Яғни әрқайсының биссектрисасы дәл осы бұрыштарды тең екіге бөліп биссектриса жүргізіп аламыз. Міне бірінші бұрышымызды СОД бұрышын екіге бөліп биссектриса жүргізіп алдық. Оны енді белгілеп қояйық. Және ДОБ-ны да тең екіге бөліп биссектриса жүргізіп аламыз. Оны К деп қояйық мысалы. Енді бізден сұрап тұр, дәл осы екеуінің арасы қанша градус деп. Түсінікті болып деп ойлаймын сұрағы. Ал шешуін бастайық. Қараңыздар, біз сіздермен бірінші кезекте осы СОД бұрышының өзі қанша градусқа тең екенін анықтап алайық. Жалпы АОД 80, ондай болса 80-нен 20-ны азайтып жіберсем, менде тең болады 60 градусқа, ол менің СОД бұрышым екен. Енді маған керегі оның жартысы, яғни биссектриса тең екіге бөлетіндіктен НОД бұрышы. 60 градустың жартысы екіге бөліп жіберсек 30 градусқа тең. Ал келесі бұрыш ДОБ. Оны анықтауым үшін, қараңыздар, жалпы АОБ жазыңқы бұрыш қой. Демек мен 180 градустан азайтып жіберсем, АОД бұрышының, яғни 80 градусты тең болады екен 100 градусқа. Алайда маған керек осының жартысы, яғни ДОК бұрышы тең болады дәл осы 100 градустың жартысына. Олай болса, оның мәні 50 градус екен. Енді екеуінің қосындысы арқылы көкпен сызылып тұрған маған қажетті НОК бұрышы тең болады екен 30 бен 50-дің қосындысына. 30 градус пен 50 градусты қосып жүрсек, пайда болған бұрыш 80 градусқа тең екен. Жауабы табылды. Бұл есебіміз де аяқталды. Осымен сіздерге бірінші тоқсанның жиынтық бағалауының 7 тапсырмасы да толықтай түсіндірілді. Барлық есеп сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, видеоны қайта қарап, немесе комментарийге жазып сұрақтарыңызды жауап алсаңыздар болады. Ал видео ұнаған болса, түсінікті болса, достарыңызбен бөлісіп, дайындықтарыңызды шыңдап алыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.